Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осында керемет дәмі деген өте әдемі болып шығатын пломбир мороженының рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, өздеріңіздің лайктарыңызды басып, отзывтарыңызды жаза өтсеңіздер болады. Ең алдымен бұл мороженныйдың құрамы өте оңай, тек екі ғана заттан тұрады. Қоспасына ешқандай бояғыш, қышқыл, әртүрлі дәм берушілер қоспаймыз. Сондықтан балаларыңызға берсеңіздер өте керемет мороженое. Бұнда тек 350 мл сливки натуральный және сгущенка қосатын боламыз. Сливкеңіз міндетті түрде салқын болуы тиіс, сол кезде бірден қоюланады. Осындай қоюлық болғанша миксерлейміз, содан соң барып үстіне сгущенканы құятын боламыз. Сгущенка менде 3 желания, яғни сапасы өте жақсы сгущенка. Егер сізде басқа түрі болса, бола береді, тек сгущенка қоссаңыздар болғаны. Қатты тәттілікті қаласаңыздар бір банкысын, болмаса жартысын қосуға болады. Осы екі заттан ғана тұрады. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Сгущенканы құйғаннан соң бір-екі рет қана араластырып өтсеңіздер болғаны, одан ары қарай миксерлеудің қажеті жоқ. Осымен біздің мороженныйымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез жасалады. Құрамы барлығы өте оңай. Тек сливки емес сгущенкаңыз болса болғаны. Одан кейін керек формаға немесе ыдысқа құямыз. Тоңазытқыштың морозилкасында кемі 6 сағат немесе бір күнге қойсаңыздар болады. Менде бұл мороженое бір күн тұрды. Өзінің формасын ұстаған нағыз мороженое, кәдімгі пломбирный, дәмі керемет, кілегейлі мороженое шықты. Бұның дәмі енді басқа мороженелерге ұқсамайды, өйткені құрамында бояғыш, басқа да дәм беретін су ештеңе жоқ. Сондықтан осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Қасықпен немесе мороженныйды осылай ойып алатын қасықшалармен салуға болады. Мен клубника болғандықтан клубникамен және шоколадпен әсемдеп шықтым. Дәл осылай пайдалансаңыздар болады, немесе әртүрлі қалауларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Жалпы менің YouTube арнамда бұдан да басқа көптеген рецепттер бар. Әртүрлі торттардың, тағамдардың барлығы менде мастер-класстан алынған. Сондықтан қорықпай жасай берсеңіздер болады. Және алдағы уақытта көптеген осындай мороженое, коктейль, әртүрлі сусындар рецепттерін салатын болам. Сондықтан менің каналыма жазылып, өздеріңіздің отзывтарыңызды қалдырып, лайктарыңызды басып өтсеңіздер болады. Бұл менде енді ғана дамып келе жатқан каналым. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Барынша мені қолдап, осы видео рецепттерімді жасап көрсеңіздер болады. Мендегі мороженое осындай болып шықты. Өте керемет. Көріп тұрғандарыңыздай тез жасалады, аз ғана уақыт, тек қатыруына ғана уақыт кетпесе, бұлай жасалуы өте оңай. Шоколад қосып, немесе клубника қосып, әртүрлі вкустармен де жасай беруге болады. Бірақ негізі осы сливичный дәмі өте әдемі болып шығады. Шоколад менде осында Қазақстан шоколады ертіп, әр жерінен ғана қойып шықтым. Өйткені мороженныйдың өзі өте тәтті, сондықтан көп қоспадым. Ал жеміс-жидектерден әртүрлісін қоса беруге болады. Қосып жесеңіздер, дәмі деген өте керемет болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осындай керемет мороженое шықты. Жасап көріңіздер. Рахмет, көргендеріңізге сау болыңыздар.